Деструктивті діни ағым өкілдері әлеуметтік желілерде кімдерді іздейді? Әлеуметтік желілерде өздерінің ой толғауларымен бөлісетін жалғызбасты адамдарды, эзотериялық ағымдарға қызығушылық танытатын жастарды, қайғыны бастан кешіріп, өздерінің қайғы қасіреттерін әлеуметтік желілерде жазып, қолдау іздейтін жандарды, өмірде сәттілік серік болмаған, бақытсыз және күйзелісте жүрген адамдарды. На сегодняшний момент основной способ распространения экстремизма религиозного находится в социальных сетях. Қазіргі таңда діни экстремизм көбінесе әлеуметтік желілерде насихатталады. Оқытылған, өз ісін жақсы меңгерген адамдар интернетте кез келген жанды өзіне қаратып, экстремистік іс-әрекет жасауға тартады. Бұдан ешқандай жас сақтандырылмаған. Сондықтан құрметті ата-аналар, балаларыңызды байқап жүріңіздер. Ұл-қыздарыңыз қандай әлеуметтік желіде отырады, қандай сайттарға кіреді. Осының барлығын үнемі тексеру қажет, және үлкен де, кіші де күдік туғызатын адаммен жүздесіп қалса, тілдеспегені жөн. Естен шығармаңыздар. Деструктивті діни идеология үндеушілері Құран мен пайғамбарымыздың хадистерін сынайды. Бұл ислам дінінің сан салаға бұрмалануына әкеп соқтыруы мүмкін.